Сәлемдер достарым деп амандасайын ба тағы да. Бүгінде достарым, менің қошқарларым, қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Менің қошқарларым, менің еркектерім, менің жандарым, менің тәттілерім. Қалайсыңыздар? Итерсу қалай? Бір-біріңізді пергілеп жүрсіңдер ма? Еркектер, қотақтарыңыз қалай, қотақтарыңыз? Мен кеше түнімен менің жанымды жігітімнің қотағын түнімен соғып бердім. Шіркін-ай, үлкен қотақ, голубкасы үлкен. Оны менің есер жоқ, менің қошқарым менің аузыма глоткіме дейін тамағыма өлгенше тығады қотағын. Қотағы өте үлкен, мен айттым ғой, 16-17 сантиметр бар қотағы. Қотақты аузыма тығып, бір тықса суырып алмайды қотағын. Қотағы сондай томпақ қотақ. Сол кешеде түнімен шашымнан ұстап, басымнан ұстап, тек аузымнан сікті. Ол жаман оңбаған менің ақымақ қошқарым. Аузымнан сігіп, сол кешеде сол аузыма ағызып жіберді. Сол өте қышқыл ұрық. Шамалы жұттым. Қотақтарыңыз қалай? Сіздердің қотақтарыңыз, менің қошқарларым. Қотақтарыңыз тұра ма? Қотақтарыңызды жақсылап сорып беру керек екен сіздердің, солай ма? Менің қошқарларым, қотақтарыңыз тұрса сорып берейін ба? Кім қайда тұрады? Кім қайда тұратынын жазыңыздар, достарым, описаниеге. Менің жандарым, менің май жүректер, құрметті менің подписчиктерім, еркектер. Қотақтарыңыз тұрса, менің аузыма беріңдерші. Шіркін, қотақ сорғым келді, түрлі қотақтарды. Көтерімде қышып жүр, көтерімнен де бір сігетін, бір екі қотақ керек болып тұр маған. Мен қошқарларым, бір қотақ артымнан сіксе көтерімнен, екінші қотақ аузымнан алдымда жатса, өзім сорып жатар едім. Еркектер, не дейсіздер, еркектер? Қотағы тұратын еркек бар ма? Қотағы тұратын қотақтарың тұрса, келіңдерші маған, мен бір сорып берейін сіздерді аузыма алып.